Сәлем қыздар, дәл осындай күнжут қосылған бауырсақ дайындап көріңіздер. Өте оңай жасалады және ерекше көрінеді. Алдымызда Наурыз мейрамы келе жатыр, дастархандарыңызға қойсаңыздар, өте керемет болады. Ол үшін алдымен жылы сүтті аламыз, үстіне 3 ас қасық қант саламыз, жарты ас қасық тұз салып, 1 ас қасық трөш салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне 1 ас қасық майонез саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне шамамен 2 кеседей ұн қосамыз. Біртіндеп қосып, жақсылап илеміз. Өте жұмсақ қамыр шығатын болады бізде. Достар, менің каналымда тек рецепттер емес, сонымен қатар түрлі лайфхактар және ерекше емдік рецепттер де бар. Каналыма әлі де жазылмаған болсаңыз, подписаться батырмасын басып жазылып алыңыз. Дәл осы қамырдан кәдімгі бауырсақ жасасаңыздар да болады, өте керемет дәмді болып шығады. Ал мен бүгін күнжут қосып жасаймын. Осылай илеп болғаннан кейін үстіне аздап примерно 1-2 ас қасықпен шемішке май құйып жібереміз. Сұйық май, сөйтіп жақсылап илеп қоямыз қамырымызды. Бетін пищевой пленкамен жауып, 40 минутқа бастырып қоямыз, қамырымыз көтерілгенше. Әрі қарай күнжутты қуырып алатын боламыз. Примерно осындай видеода көрсеткендей етіп, 8-10 қасықтай күнжутты қосып, осылай қыздырып қуырып алатын боламыз табаға. Астына орташа жай етіп қоямыз. Май ештеңе қоспаймыз, тек күнжуттың өзін қуырып аламыз. Менің қамырым 1 сағаттай тұрды, өте керемет болып көтерілді, жұп-жұмсақ болып. Енді қатты жаймаймын, қолмен 1-2 созып жібердім де, осылай 4-ке бөлдім. Одан кейін кішкене ғана оқтаумен жайып жібердім. Егер де қамырыңызды қатты басып жіберсеңіз, сол кезде тағы да 5-10 минутқа қамырды демалдыру керек. Сол кезде арасы жұмсарып, сізде жақсы көтерілетін болады. Енді дайын болған қамырымызды формасына мән бермеңіздер. Жылы сүтті үстіне жағып, сосын күнжутты, қуырылған күнжутымызды жақсылап себеміз. Одан кейін аздап тағы да оқтаумен бір жайып жіберсеңіздер де болады, бірақ мен қолмен осылай басып жібердім. Тура видеодағыдай көрсетілгенде жасасаңыздар болады. Немесе қамырды жаймай тұрып, күнжутқа бетін сүтке малып, одан кейін күнжутқа батырып, одан кейін барып жайсаңыздар да болады. Ол кезде күнжуты майға қуырылған кезде түсіп қалмайды. Мінекей, мен осылай қолмен басып жібердім. Қамырға жабысып тұратындай етіп. Қамырымды жұқалау еттім, өйткені қалың бауырсақты біздің балдар жемейді, сол үшін осылай жұқа қылдым қамырын. Дәл осы қамырдың рецебімен қалыңдау бауырсақ жасасаңыздар да өте керемет көтеріліп, дәмді болып шығады. Толық рецепті описаниеге жазып қалдыратын боламын. Сол жерден нақты қанша қосу керек көрсеңіздер болады. Мінекей осылай 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Әрі қарай қызып тұрған майымызға 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Міне осылайша бізде өте керемет күнжут қосылған бауырсағымыз дайын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.
sound.com.